Құрметті достар, бүгін қызықтаймыз бағдарламасының қонағымен эксклюзивті форматта интервью өтеді. Өте қызықты сұхбат болуына менің еш күмәнім жоқ. Сұрақтар көбейіп қалды. Тек қана ол біздің Марат екеуміздің қояйын деп жатқан сұрағымыз емес, ол жалпы тыңдармандардың, көрермендердің жиналған сұрақтары. Сонымен құрметті достар, қазіргі таңда жеке орындаушы Меломен тобының экс мүшесі Жігер Ауыпбаев. Қарсы Қош келдің, Жігер, қызықтаймыз бағдарламасына. Шапалақтарыңыз Жігер Ауыпбаев. Біз сұхбатымызды диванда жалғастырамыз. Жігер, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Бұның барлығын өтіп кеттік. Сахнаның сыртында амандастық. Менің ойымша бүкіл көрерменнің көкейінде тұрған бір ғана сұрақ бар. Барлығының көзінде көріп тұрмыз. Мінеки көрермендердің көзінде бір сұрақ тұр. Өзекті сұрақ. Қазіргі таңда ең актуалды сұрақ. Жігер, айтшы, неге үйттің сен? Неге басыңа кепка киіп шықтың сен? Өте орынды сұрақ екен. Иә. Шашым жоқтықтан осындай кепка киіп шықтым. Жарайды, бұл Мараттың қойған сұрақ енді жай ғана, былайша айтқанда жаттығу, жай сұрақ. Ал енді нағыз өзекті, ең басты, бүкіл барлығының көкейінде жүрген сұрақ. Не үшін? Не үшін шашыңды алып тастадың? Енді шаш алудың бір өзінің бір сондай себеп болды. Шаш кетем деді, сен кете бер дедің, сөйтіп алып тастадың. Жақын арада үлкен бір сапарға барып келген едік, анам екеуміз. Сол жақта шашты сыпырып тастадық. Керемет жауап. Тағы бір сұрақ. Мынау енді бер жағы дегенмен Еркебұлан, сен ең өзекті сұрақты қойған жоқсың. Ең өзекті сұрақ мынандай. Енді қалай алып тастаған шашын қалай ары қарай өмір сүреді? Не істейді ары қарай? Енді бас аман болса шаш өседі деген. Бәрекелді құрметті достар, керемет жауап. Ең бастысы бас аман болсын. Қошеметтеріңіз. Иә, Жігер, көңіл күйіңіз қалай жалпы? Менің ойымша, Жігер жалпы өзі жеке әнші ретінде болашағы өте зор әнші. Бағанадан бері не айтып отырғанымызды өздеріңізде түсініп отырсыз. Бірақ дегенмен бұл Жігер мен жігіттердің арасындағы, жігіттер емес, Меломеннің арасындағы болған, енді білмеймін, өзекті мәселелер ол біздің жұмысымыз емес. Иә. Шыны керек. Бұл өздерінің өзара қарым-қатынастары, өздерінің жұмыстары, ешкім онда шаруасы болмасын. Басқа сұрақтар да бар ғой, не? Иә, сондықтан басқа сұрақ. Енді Меломеннен кетіп қалдың, ары қарай не істейсің? Жігер, осы қанша жыл болды ұжымда жұмыс істеп келгенге? 7 жыл болды. 7 жыл болды. Жеке жүруің енді қалай, өзіңе ыңғайлы ма, қалай үйреніп келе жатсың ба? Енді, дегенмен мысалы, қаншама жыл бірге жүргендіктен әрдайым ұжымда жұмыс істеуге үйреніп қаласың да, сондықтан бұл өзге күйге өту процесс қалай жүріп жатыр? Өте қиын. Біріншіден. Біздің бағдарлама, Жігер, біздің бағдарлама көңілді бағдарлама, сондықтан өте қиын емес. Өте қиын деп жауап берсе? Иә, көңілді жауап. Өте қиын. Көріп тұр. Енді сіздердің сұрақтарыңыздың астарын түсіріп жатырмын. Топтан не себептен кеттің дегенде сұрақ жатыр бұл жерде. Жалпы... Байқап тұрсаңыздар, біз бұл сұрақтарды қойған жоқпыз. Қойған жоқсыздар, бірақ мен сол бір сөзді бір төркін түсініп қоятын адаммын да. Енді жағдай болды, себеп болды, үлкен себептер болды. Сондықтан осылай болу керек болды. Демек, қазіргі таңда енді Жігер Ауыпбаев атты жеке, дарынды, болашағы зор, талантты әншінің өнеріне әлде болашақта куә болатын боламыз, е? Бұйырса, енді жалпы топта жүріп те жеке ән айтып
жүре берген маған ешқандай ешкім оған шектеу қойған емес еді. Ол бүкіл топтағы ұжым да бәрі жеке әндерін орындап, жеке шығармашылықпен айналысып жүргеніміз, оны тыңдармандар да куә ол жағынан. Солай болу керек болды. Тоқтамаймын, өзімнің жеке жұмыстарымды жалғастырып жүре беремін. Бәрекелді. Дегенмен мінекей жаңа ғана Жігер айтып кетті сөзіңіз аузыңызда. Топта жүріп те, жеке жүріп те ән айтып жүрдіңіз. Қазір енді тек ғана жеке ән айтып жүрсіз. Дегенмен, егер басқа топтарға, басқа квартеттерге шақырса, қалай қарайсыз ондай ұсыныстарға? Жоқ, енді мен негізі мен үшін осы Меломен тобы ең бір шоқтығы биік топтардың қатарында, сондықтан да одан басқа топтарға бармаймын. Елестетіп көруге болатын сияқты. Иә. Біздің фантазиямызбен Жігер, мысалы ретінде, егер сіз өнер көрсетсеңіз, басқа топтармен бірігіп, қалай болады екен? Ендеше экранға назар аударайық. Жігер Аупбаев Диета KZ тобында. Жарасады ма екен? Екі томпақ, бір сопақ. Қалай? Мұндай топ қалай? Енді білмеймін, енді мына екі бауырым жүре берген дұрыс сияқты негізі. Диета KZ болып. Маған екеуіне қарап бір сондай бір қазақтың бір тоқшылығы көрініп тұрады, маған қарап бір Ашаршылықты еске аласың. есіме түсіп тұратын сияқты. Жарайды, ендеше келесі нұсқаны тамашалап көрейік. Ағайынды Жүгінісовтердің қатарында қанекей? Енді бұл жерде ағайынды Жүгінісовтер, мен Аупбаевпын, сондықтан да оған сай келмейтін сияқтымын. Дегенмен қазақтардың барлығы туысқан, барлығы ағайын. Не дегенмен жалпы өзіңнің стиліңе келмейтін сияқты, Иә, солай айтуға болады. Жалғастырайық. Син Фронтера дейтін Абай Бегемен айтатын кубалық топ. Білмедім. Кубадан келген Жігер болып жүрсен, қалай? Жоқ, олай емес, өзіміздің Жігерио, қазақтың Жігерио. мұлақ баласы болып жүре берген дұрыс сияқты. Қазақтың сахнасында, қазақ бауырларымыздың жанында. Бәрекелді. Бәрекелді, жалғастырамыз. Ал егер бұлай болса ше? Бұл қыздар қоса береді құрамына. Қалаған. Ортасының... Бұлай болады. Бұлай жақсы. Бұлай жақсы еді. Жігершью. Жігершью. Ары қарай. Қазақтың жігері. Мына қара, Рамштайн тобы. Рамштайн рок группасы. Нормальды ма? Бір қарауға болатын сияқты. Бір рет ән айтуға болады. Духаст. Жігер. Бұлармен дуэт айтуға келісімді беремін. Болды. Бәрекелді, келесі. Келесі. Әжелер тобында ше. Нұрлан Албанның орнына. Немесе Нұрлан Албанның қасында. Бір 60 жылдан кейін ондай да мүмкін ғой негізі. Аталар болса болады енді. Бәрекелді. Келесі. Ал. Дервиши. Бұл да керемет топ деп ойлаймын. Ештеңе айта алмаймын. Керемет топ, өз алдына құрылған Дервиши деген, білмеймін енді. Әрбір өнерпаздың өз жолы бар дейсің ғой. Солай. Сондықтан менің ойымша Жігердің де өзіндік орны бар. Ол орын белгілі бір топта емес. Менің ойымша талантына лайықты өзінің жолы бар деп ойлаймын. Ерекшелігі бар әншілердің бірі Жігер Аупбаев. Тағы бір рет қошеметтеріңіз. Тағы да білетін дүниеміз осы 1 жыл ма 2 жыл бұрын ба біздің Жігер қазақстандық бір киноға түскен болатын, басты рөлде. Ол киноның аты? 78 сағатты үйлену атты романтикалық комедия. Оңтүстік Қазақстан өңірінде түсірілген. Мінекей сіздің тіпті актерлық шеберлігіңіз бар екен. Ал егер сіз актер ретінде карьераңызды жалғастырсаңыз, біздің Жігер қандай киноларда ойнай алады екен? Қалай ойлайсыз? Енді оны уақыт көрсетер, егерде... Уақыт көрсетеді және қызық Таймс бағдарламасы көрсетеді. Ендеше экранға назар аударайық. Жігер Аупбаев қатысу мүмкін кинолар. Мінекей көрейік.
Жігер освобожденный. Келесі кино. Выживший. Выживший. Тағы. Я легенда. Ендеше Жігер, мінекей сіздің жан-жақ таланттарыңыздың биіктерден көрінуіне тілектеспіз. Және де сізбен әдеттегідей енді Қызық Таймс бағдарламасының өзіндік ерекшелігі бар. Сондықтан сізбен өзіміздің сарында, өзіміздің стильде эксперимент жасап, бір ойын ойнап көрейік. Көрейік. Жалпы сіз басында айтып кеттіңіз, жеке шығармашылықпен айналысып жатырмын дедіңіз. Әрбір жеке шығармашылықпен айналысып жүрген әншінің мен ойымша өзінің дерлік бір хиті болу керек. Дұрыс қой? Өте дұрыс. Хит әні болу керек. Иә. Негізінде сіздің өзіңіздің сүйікті әніңіз қандай? Мысалы, қазақтың әндерінің ішінде ең хит деген ән қайсы ән сіздің ойыңызша? Дәл қазіргі уақыттарда ма? Сүйгенім бол, сүйгенім бол, сүйгенім болмаған жоқ сенсіз басқа жол. Тағы қандай ән? Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Не деген талғам? Өте көп қой енді. енді. Өте көп хиттар. Қазіргі таңда енді қандай хиттар бар? Айта берсең, сүйікті әндер көп дейсің. Өте көп, өте көп, хиттер өте Өте көп. көп, Жалпы иә. қазақ эстрадасында Тас лақтырсаң хитқа тиеді. хит деген әнге лайық әндер көп. Бірақ дегенмен дәл қазір, құрметті Жігер, біз сізге Қызық Таймс бағдарламасының атынан сізге қазақ эстрадасындағы ең хит әнді ұсынбақшымыз. Соны орындап шықсаңыз. Келістік. Келістік пе? Келістік. Ендеше дәл қазір, құрметті достар, эксклюзив сахнада Жігер Ауыпбаев әлемдегі, Қазақстандағы ең хит әнмен сахнаға назар аударайық. Қошеметтеріңіз бе? Атам жаудан қайтпаған. Сонымен, құрметті достар, эксклюзив. Біз Еркебұлан екеуміз Қызық Таймс ұжымымен ақылдаса отырып, Жігер Ауыпбаевқа Қазақстандағы ең хит әнді сыйламақшы болдық. Сонымен әртүрлі әндерден құралған микс Жігердің орындауында. Бірақ бұл әннің бір ерекшелігі, бір ән екіншісіне дереу оңайлықпен жалғасып кете салады. Жігердің мақсаты мүдірмей, мүлт кетпей орындап шығу. Көрейік. Тоқтаңыз сұлу қыздар ай сендерге не десем, сендерсіз өмірде жадырап күлмесем, жетер ме теңеуім ай десем, күн десем, сендерге ешкім жоқ жаным, саған сенгім келмейді. Жараладым жүрегімді ұстап тұрып, жылама жаным, кінәламағын, тағдырыңның сен болмасаң бұл жалған. Күнді уайым, күндар арман, адастырмай мені қоя тұр жалған. Құшағыңды маған жаяу, алыс емес тауыңда баяу, мен жетемін ауылыма аңсадым. Аппақ таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде ештеңеде мәңгі бақи қосылмаймыз екеуміз, бірімізге тосын жаймыз, екеуміз қол ұстасып келеміз қырдасып, темір жол көзге көрінді, қимастықпен қоштасып жанардан тамшы бөлінді. Соңғы сөз, соңғы тілек, дүрсілдеген бұл жүрек уақыттан оза соғуда. Достарым ақ жол тілеп қоштасып қолын созуда. Хат жазуды ұмытпа, арамызды суытпай, үміттің гүлі солмасын, күтуден көзің талмасын. Хат жазып тұр, хат жазып, бар жеріңді ақтарып, сезімге сезім жалғасын, махаббат оты лауласын.
өте керемет әндер екен. Құрметті достар, бәрекелді Жігер Аупбаев және әртүрлі әндерден қосылған микс. Қошеметтеріңіз. керемет дарын иесі, талантты Жігер. Қызықтаймыз бағдарламасында. Рахмет. Сізге рахмет.